айтқан хақтың сен бар ма екен ей зікірден асқан сұлу ән бар ма екен ән бар ма екен әлқиса Аллаху деп сөз бастасам ей көнеден жеткен аңыз алдар ма екен алдар ма екен халифа жаратам деп жер мен көкке жаппарқақ бір жарияны салған екен салған екен сол сәтте жанды жансыз жаратылып жиылып құзырына барған екен барған екен ал адамды жаратса деп менен ғана жетелеп келген көпті арман екен үміткер көп болған соң қызды айтысып бір-бірімен қалған екен кеше күн тартсам деп барлығының мақтанып тілмен жағы талған екен ал жаратқан әрқайсысын таңдайын деп арызға енді зейіні салған екен салған екен сөз алды биікпен деп алдымен тау халифа болар бізде хал бар бекем әзизбін менен жарат деді алтын жарқылдап дүниені арбап өтем тасқынмын деді су көп лайықпын мен қаласам тау мен тасты жалмап өтем ал жүйрікпін менен жарат деді желге көресің сонда қалай самғар екем күштімін жалындаған менен жарат деді от жанарында сән бар етем асқақпын менен жарат деді аспан менмін ғой қойны толы шам бар ма екен жұмсақпын менен жарат деді ағаш мына жұрт сонда мені аңдар ма екен тас айтты мені таңдамақтымын деп апармай тастадағы жан бар екен айтысып жатқанында барша ғалам топырақ жатты ойланып заңғар екем таңдамас мені сірә бұл тірлікке жерді де қылған жоқ па аңдар ма екен жатамын табанында бар ғаламның жаратқан бізді қалай таңдар екен таңдар екен қиын ба өлең аяғынға жаратқанға зікір қып сыйынса көптің сапында тыңдаңыз тарих не дейтін машайықтардың хатында есітіп талас тартыстың сөйледі рахман рахымда асқар тау жөнінде бірмін бар тәкаппарлық бар затыңда кішірейіп асу бермейсің жеткізбес болыс ақырға сары алтын сенде бірмін бар залалың ерен ақылға шарқырап сыртың тұрғанмен татымас ішің бақырға тасқын су сенде бірмін бар түспейді кеудің қабылға шайқалсаң өткел бермейсің бұл іске сірә шатылмаң жүйрік жел сенде бірмін бар қаласың бірден тақымға сәт сайын түрлі құбылған тұрақсыз мінез мақұлда жанған от сенде бірмін бар шоқ болсаң оқсап лағылға оянып кетсең абайсыз орайсың бәрін лапылға көк аспан сенде бірмін бар жайбен кең қып шатырға көз білмей көпті барасың бұл тағдыр сенің хақың ба
абыройды тұлған батырға жіберсең сынық төзбейсің, шырттынып кетсең ақылма. Қара тас сенде бір мін бар, өсегің берік батылда, алайда мейірім шашпайсың, шапағатың жоқ жақынға. Сондықтан шулап жан-жақтан кәрімді менің шақырмаң, бұйрықты екі айтқызып қалмаңдар ұшырап зақымға. Содан соң қарап төменген қайтадан келіп рахманға. Деді ғази топырақ, рабыңа қарай жақында. Халифам сенен болар деп өзіңді мұңға батырма. Сынықты қалпың ұнадың, бір мін жоқ топырақ атыңда. Үстіңе нәжіс төксе де қалмайды ешбір татыңда. Құшағың толған береке, сөзімді мынау мақұлда. Адамзат сенен жаралып оралар саған бақұлда. Топырақ сонда сөйлейді, жаратқан менің атым бар, құл болған сізге затым бар, топырақ деген атым бар. Басқа да беттен секілді әрине алар хақым бар. Дегенмен мынау тірлікке демеймін менің хақым бар. Адамзат менен жаралса, жаһанға мынау таралса, күнәға сансыз қамалса, маған да келер зақым бар. Ағаш ат бір күн ерленсе, көкірегі толып шерленсе, қайтадан маған жерленсе, шірітуге қалай дәтім бар. Әуел бар жерде ақыр бар, тоғай бар жерде тақыр бар, алдым бар жерде бақыр бар, ашу бар жерде ақыл бар. Сұрақ бар жерде қойылған беретін жауап шағым бар. Аясаң еттай рабым, қаһарың бар да рахым бар. Отырса топырақтың датын тыңдап, топырақ ұнап бара жатыр жындап, жаратқан құдіретті үнмен тағайтады. Қара жер мен ұлықпын, затым жұмбақ. Сондықтан тәубе қылып маған ғана жұмысың сенім артып мақұл болмақ. Уайымсыз отыра бер, ойымда жоқ салмақты саған түсер ақыр қылмақ. Әрине сені көжен осал пендем, күнәсі шаштан асыл қабыл болмақ. Дін менен ата салған жолдан безіп, қайықсыз қайсы бірі жақыл болмақ. Ал кейбірі сайтан салған жолмен жүріп, ондансыз ібіліске жақын болмақ. Қақарым емес менің соңырағы күн, күнәсі өздеріңе ақыр болмақ. Алайда бейсен бүгін ұрпақтары қол жайыпты оқыса ақыл болмақ. Түсірем Құран кәрім деген кітап, оларға менің хабар хатым болмақ. Бағыштап сол Құранды оқыған соң, тілегі адамзаттың қабыл болмақ. Болса да зор күнәсі кешіремін, содан ғой бір есімім ғафур болмақ. Бойныңа күнәр қалап келгендерді жайтау жанрақат мақұл болмақ. Әруақты тәркі қылмай қолды жайып оқыса шексіз Құран хатым жолдап, ұрпағы кенеледі мол сауапқа. Көңілі шат өмірі мәнді сақыл болмақ. Тыңдарман жалғаны жоқ мұндағы сөз, атадан келіп жеткен нақыл болмақ. Береке тарытқан соң Аллам көпке, тоқтаусыз көкірегім жатыр толғап. Сап көңілім сабаңа түс осы жерден, нәпсіңді топырақтай отыр қорғап.